Саламатсыз ба? Қазір мен вакцина туралы қазақша эфирді айтып өтейін деген едім. Оның бәрін мен өз ойымнан алып шығарып атқан жоқпын. Әлем бойынша ғылымдардың пікірі ол. Бірақ бізде Қазақстанда ол пікірді мен білмеймін неге, бірақ ол пікірді естімегендей болып жүр. Я? Мәжілісте бәрі сол вакцинаны істеңдер, сол вакцинаны бәріне істеп шықса, сонда пандемия бітеді деген ойда. Бірақ әлем бойынша бүкіл ғылымдар, дәрігерлер біледі, осы коронавируске қарсы біздің иммунитетіміз антитела деген белокты шығарады, біздің организміміз, біздің денеміз. Сол антитела деген олар белок, химиялық несі белок болады, сол иммуноглобулиндерді, антитела, иммуноглобулины, ол бәрі бір. Бірнеше сөздермен мағынасы бір. Сол вируске қарсы шығатын зат. Сол иммуноглобулинді шығаратын бір жасушалар болады, клеткалар болады. Олардың аты Т-киллері. Киллер деген білеміз, киллер өлтіретін зат, адам, ағылшын тілінден аударса. Сол клеткалар, жасушалар біздің денемізде қалып кетеді. Сол ең азы 8-10 жылға деп айтылады, ғылымдардың айтуынша, ойлағанынша. Бірақ басқа, осы COVID-19-тен басқа, тағы басқа коронавирустер бар. Олар бұрын болған әлемде, жердің үстінде. Соларға иммунитет өмір бойы қалып кетеді, қалыптасып кетеді организмімізде. Енді COVID-19 жаңадан шыққан вирус болғаннан кейін нақты айтуға бәрі айталмайды. Бірақ сол ең азы 8-10 жылға дейін қалып кететінін, иммунитетін бүкіл әлем біледі, бүкіл жердің шары біледі. Бірақ бізде, Қазақстанда, ол клеткалар туралы ешкім білмейтін сияқты. Вакцинацияны өткізілетін политикаға қараса. Бірақ менің мысалы намысым келеді. Неге? Әлемнің бойы оны біледі, біздің Қазақстан білмейді. Біз, как обычно, біз осыларға пойдет дегендей болып тұр да. Сол үшін мен сізге жеткізем деген ойым, сол қорықпай, егер сіз ауырып шыққан болсаңыз, қорықпай вакцинаны салдырмасаңыз болады. Мен оны нақты айта аламын. Мен осы эфирді антитела туралы ноябрьде шығардым. Июльде специалист Астана Донор деген центр переливания крови, соның ғылымдармен тікелей эфир өткізгенімде сол біздің Қазақстандағы специалистің айтқан пікірі сондай болған. Бірақ біздің ғалымдарды, біздің дәрігерлерді ешкім тыңдамайды. Бізге міндетті түрде сол Ресей,
ғылымдар айтса болды, біз тыңдаймыз. Ағылшын, Американ дәрігерлері айтса болды, біз маймыл сияқты, иә сондай екен деп отырамыз. Менің намысыма тиеді ол жағдай. Сол үшін мен сізге айтып отырмын. Егер сіз ауырып шықсаңыз, кез келген түрімен, жеңіл түрінде, бессимптомный түрінде, ауыр түрінде ауырып тірі қалсаңыз, сізге вакцинаның қажеті жоқ. Сізде иммунитет қалыптасқан. Көп адамдар бессимптомно болып өткен. И олар ойлайды, мен ауырмаған, температурам болмаған, иісті андай жоғалтпадым, жөтелмедім, температурам көтерілмеді деп мен ауырмадым. Бірақ үйдің ішінде папам ауырды, мамам ауырды, бірақ мен ауырмадым деп жүретін адамдар көп бізде қазір. Соларға айтатыным, барып антитела деген. Қазір көп сұрақтар түсіп жатыр. Оны қай жерден тапсыруға болады? Әрине лабораторияда. Менің жақсы көретін, сенетін лабораториям ол Олимп лаборатория. Лаборатория Олимп бізде Шымкентте диагностический центр Байтұрсыновадағы. Ол да жақсы лаборатория. Осы екі лабораторияға менің сенімім бар. Сонда сіз ауырмасаңыз деп ойда жүрсеңіз, барып антитела коронавирусу деген анализді тапсырасыз, қаныңызды тапсырасыз, азанда аш қарынға. Онымен бірге, егер сізде болмаса да сол антитела, олар мен сол ноябрьдегі эфирде бар, қазақ тілінде бар. Бірақ ол жерде мен ырбаңдамаңдар деген сөзге жабысып, көбісі мені сөгіп, керек нәрсені тыңдамай, мені сөгіп, жөндеп шықты. Қазақтардың көбісі, өкінішке орай. Сол үшін оны, мен ол жерде прям сурет салып түсіндірдім оны. Антитела деген қазақша эфир бар. Бізде ол антителалар шығады қанға, кейін, біраздан кейін, біреуде 3 айда, біреуде 6 айда, кейбіреулер жүреді 1 жыл, 1,5 жыл, сон антителалар болады қанда. Кейбіреулердікі шығып, кейін жоқ болып кетеді қанның ішінде. Бірақ ол иммунитет жоқ деп саналмайды. Сол Т клеткалар қалады. Кейін тағы бір рет коронавирус сізге түссе, ол Т клеткалар тез арада сол антителаларды қайтадан шығарады. Повторное заболевание, мысалы, повторно коронавирус жұғады. Ол, мысалы, сізде жазылып тұрған жоқ қой, мен коронавируспен ауырып шықтым, и коронавирус прям андай сілекейдің ішінде ұшып, былай оқып, соны, коронавирустың иммунитеті бар екен, ауырып шыққан екен деп ойлап, бұрылып кетіп қалмайды. Жұқтырасыз, бірақ сізде клеткалар бар, антителалар бар, солар сонымен тез арада күресіп, сіз 2 рет күресіз. Мүмкін 2-3 күн температура болады, бірақ әшейін жай грипп сияқты өтіп кетеді. Мүмкін байқамай да қаласыз оны. Сондай. Соның аты клеточный иммунитет. Соны, мысалы, тексеріп, анықтайтын анализаторлары, анализдері бізде жоқ. Атымен жоқ. Ресейде бар, мысалы. Ол өте қымбат. Бірақ менің ойымша, біз үшін шешудің оны керек несі жоқ, андай, как правалары ма, құқықтары жоқ. Мысалы, әрқайсымыз өзіміз шешеміз. Ол бізге қымбат болып түсе ма? Немесе вакцинадан кейін ауырғанымыз қымбат болып түсе ма? Мысалы, менің ойымша, ондай анализаторлар болу керек.
оны уже қымбат па бізге, қымбат емес па бізге, біз өзіміз шешуіміз керек. Мысалы, поликлиникалар болса да бізге антителаның анализдерін тегін істемейді. Тек қана вакцинаны тегін істеп жатыр. Сол үшін асықпаңдар. Мысалы, сізде антителалар жоқ болса да, қазіргі вирус болып жатқан, ол уже ондай күшті емес, ол уже әлсізденіп тұр. Потому что неге десеңіз, әр организмдер, мысалы, ол тек қана адамның ішінде пайда болатын нәрсе. Мысалы, сыртта ол коронавирус өсіп, өніп жүрмейді. Ол сразу өліп қалады. Тек қана организмнің тірі адамның ішінде ішіне түскеннен кейін ол өседі, андай бала шағалы болады. И әр организм онымен күресуде болып тұрады, я? И ол күрестен ана организмде күреседі, мына организмде. И оның күші азаяды. Қазіргі кезде онша ауыр болып ауырватқан коронавируспен ауыр түрінде ауырватқан адамдар өте аз. Неге десеңіз, вирустың әлі уже, вирус әлсізденіп жатыр, ослабленный вирус. Ол уже Қазақстанға келген кезде ослабленный болып келді. Сол үшін менің ойымша, вакцинадан осложнениені күткенше сол жеңіл түрінде ауырып шыққан дұрыс. Ол менің пікірім. Әрине, сіз өздеріңіз шешесіз, өзіңіздің өмірі үшін, денсаулығы үшін. Мысалы, қазір вакцинадан кейін осложнениялар, сол нақты вируспен ауырған адамдардан ауыр болып түсіп жатыр. Осложнение вакцинадан кейін. Оны мен күнде приемда отырамын, күніге бір адам болса да келеді осложнениемен вирустан. Температура, бауыры нашар істеп кетеді, ісіп кетеді адамдар. Температура, мысалы, сіз шешім қабылдап ауырып қалсаңыз вакцинадан, бас салып антибиотик ішпеңіз. Қазір көп врачтар, участковыйлар, бас салып антибиотик бере салады, или противовоспалительный бере салады, болды. Зерттемейді, қызықпайды, не болып жатқан адамдармен. Мен сонымен, мысалы, кездестіріп отырмын сондай нәрсені. Сол үшін сіз өзіңіздің өміріңіз сізге керек. Ол участковыйға емес, министерствоға емес, сіз өзіңізге керек. Сол үшін өзіңіз барасыз, лабораторияда общий анализ крови, коагулограмма, биохимияны тексересіз. Сөйтіп соған қарап емделесіз. Көбісіне антибиотик қажеті жоқ. Сондай. Кейін кімге көп сұрақтар түсіп жатыр. Вот мен бірінші вакцинаны жасаттым, ауырдым, үйттім, бүйттім, кейбіреулер больницадан шықтым деп та, екіншісін салайын ба деп сұрайды. Мен ойымша өте қызық сұрақ. Сіз тағы да бір өзіңіздің денеңізге, денсаулығыңызға тағы бір сынақ жасауыңыз келсе, өзіңіз шешіңіз оны, өзіңіз жасай беріңіз ол сынақты. Мен еш нәрсе айта алмаймын. Мен орыс тілінде шайнап тұрып, соны бірнеше эфир шығардым. Қазір қазақша шайнап тырысып тұрмын. Маған көбісінде жазат андай ақылды патриот сымақтар, қазақ тілін жақсы білетін, жақсы көретін, Қазақстан үшін өлетін, жандары ашитын. Неге орысша айтасың, неге қазақша шығармайсың? Бір адамды көрдіңіз ба, қазақша осыны айтқан? Бір адамды көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Көттері жоқ ондайға. Бірақ маған билік айту, бұйрық беру, үйт бүйт дегендер бұлай.
Сол үшін мен мысалы, вот мен эфирімді аударып өзі айтып жатыр, менің атымнан, менде ондай претензия болмайды. Егер сіз күшті қатырсаңыз қазақша, мен орыс тілімдегі эфирлерімді алып, аударып, өзгертпейік, бірақ өзгертпей. Егер өзгертіп, ойбай вакцинаға туралы адамдарды нетсеңіз, мен сізге сол кезде мен претензия шығарам, сотқа берем. Менің айтқан сөздерімді аудармаңдар. Мысалы, Азаттық радио шауып келді, ойбай, біз сізді қолдаймыз, вакцинаға қарсы шығыватсыз. Сөйтіп отырып, менен интервью алып, мен жарты сағат тырысып айтқанымды бұлай аударып, сөйтіп шығарды. Мен осыны мейрамдардан кейін тауып алам сол номерді, кім маған. Мен жаздым инстаграмның ішінде, пока үндемей тұр. Бірақ радио Азаттық, егер қазір мені тыңдасаңыз, мен отметка жасаймын осы интервьюның астында, эфирдің астында. Егер сіз сол роликті алып қоймасаңыз, сіздің страницаңыздан, мен өте қатты қапа болам сізге. Мен оны официальный түрінде сізге шығам. Сіз өзіңізге керекті нәрсені шығардыңызда, мен жарты сағат осыны жеткізейін деп айтқанымды бәрін кесіп тастадыңыз. Еще қазақшаға аударып. Сондай. Естіп атқан шығарсыз. Вакцинаны алып, содан өліп кеткен адамдар да бар. Бірақ оны қазір айтып жатыр, ой, оның өзінің жүрегі ауырған екен. Анау кәрі болған екен, мынау андай болған екен. Не болса да, сол вакцинаны ақтаудың амалы. Мен оған қарсымын. Мен бірнеше рет сол мәжілісмендерге да айттым, соларға сұрақ бердім сондай. Журналистерді да сұрандым. Осындай сұрақтарды қойыңдаршы, неге бізге келгенде, Қазақстанға келгенде, жұрттың бәріне қойлар құсатып вакцинаны істейді. Неге сондай сұрақты бермейді? Біздің тілшіміз. Негізі елдің тілші болу керек олар. Олар керісінше елдің тілін алмайды. Олар неге вакцинаны жасамайды, неге планды жасамайды, неге статистика жасамайды, сөйтіп жүр. Негізі вакцинаны салған адам өзін қорғайды. Вакцинаны салмаған адам, вакцинаны салдырған адамға ешқандай кедергі, қалай айтсам екен, кедергі болмайды. Егер мысалы көп адамдар қазір, вот, неге прививка салмайды, біз ауыра береміз сөйткеннен. Сол пандемия өте береді, жалғастыра береді. Жоқ, ол өтірік. Сіз өте андай шатасып, жаңылсып отырсыз. Вакцинаны біріншіден, аяғында айтатыным, ауырып шыққан адамдарға вакцинаның қажеті жоқ. Бәрін бірдей вакцинация жасаудың қажеті жоқ, орны жоқ. Екіншіден, сіз ауырып шықпай, ауырмадым деп, сондай ойда жүрсеңіз, тексеріңіз, антитела деген анализді тексеріңіз. Егер сіздің жанұяңызда бірнеше адамдар ауырса, сіз ауырмай шықсаңыз, антитела шықпаса да, сіз ойланыңызшы, егер осының 40-ның арасында сіз ауырмасаңыз, арғарай ауырасыз ба? Сіздің иммунитетіңіз шыдай ма оған? Ауырып қалсаңыз да, иммунитетіңіз андай ауру түрінде жеткізе ма сізді? Жоқ.
егер жазда көп адам өлсе де, мысалы, коронавирустен, ол көбісі дұрыс емдемегеннен қайтыс болған ол адамдар. Мен соны жаздай, соны айқайлап, шыңғырып, мені мысалы көрген адам, ой, мынау жынды ма, мынау бір жынды қатын, истерика, не істеп жатыр деп сөйтіп шықты мысалы. Ақырында мен сол рас болып шықты ғой. Протоколды ауыстырды. Көп адам сон басы жетті, антикоагулянттар пайдалана бастады. Сіз соны білесіз ғой. Мен мысалы оны да мен ойлап таппадым жазда. Мен әшейін басқа елдердің несін, практикасын, ойын, пікірін алып салыстырып көріп практикада. Мен мысалы бір адамды там кесіп, оның өкпесін қарап нетпедім. Мен сол жердің дүние жүзіндегі ғылымдардың нелерін, практикасын көрдім. Соны қолдандым. Қазірде тура сондай болып жатыр. Мейлі жазда мысалы вирус бірінші рет білмей қалдық, өтпей қалдық, сырттан келді. Қазір өз қолымызбен сол вакцинадан ауыратын болдық. Мен соны тоқтатудың амалын уже бірнеше апта, бірнеше эфир шығарып отырмын. Мені упорно байқамай тұр. Я мәжіліс, я министерство, я мейлі олар тыңдамасын. Журналистерге мен вообще сенім жоқ. Мен өте қапа болып тұрмын. Мен ойладым, біздің журналистер мынандай. Ноль. Нағыз журналистер жоқ бізде. Нағыз журналист болса, мен пікірімді толықтай шығарса, мен қуаныштым боламын. Пожалуйста, жазыңдар, мына комментарийларда жазыңыз, журналистер. Шақырсаңыз эфирге, интервьюға шақырыңыз, мен айтамын. Мен осыны айтуым керек. Сіздер, тілшілер, айтуыңыз керек соны. Сондай сұрақтар беру керексіңдер. Қайдасыңдар? Кімнің тілін айтып атсыңдар? Кімнің тілін алып атсыңдар? Ертең күні, мысалы, сіз үшін қанша өлген адам болу керек вакцинадан? Қанша? Сіз ұялмай сол вакцина. Тіпті вакцинадан кейін балалы болдық деп шығарып атсыңдар. Ұялмайсыңдар ма? Білмеймін, мен мүмкін жақсы болатын еді, мен бекер вакцинаға ренжіп, вакцинадан қорқып, сөйтіп мен ертең андай дұрыс емес болып шықсам, менің пікірім дұрыс болмай шықса, мен қуанышты болам. Бірақ уже жаздан бері, осы бір жылдан бойы мен бүкіл ойларым, пікірлерім рас болып шығып жатыр. Мен содан қорқам. Шын айтам, мен содан қорқам. Сондай. Қазақ тілім ұнамаса, түсінбесеңдер, мен не жазбадыңдар осы жерге? Ойбай, орысқұл, тағы малғын, маңгүрт, тағы бір нәрсе. Без проблем, жаза беріңіз. Не жазсаңыз да, сендердің арасында хотя бы бір 10% соны түсінсе, мен қуанышты боламын. Біз айналдырған 18-ақ миллион біз. Бір Москваға сиіп кетеміз біз. Я? Ойланыңдаршы. Мысалы, вот бізді андай вакцина сал деп шантаж жасап жатыр. Жұмыстан кетесіңдер. Кете салыңдар. Ондай жұмыс құрсын, кете салыңдар. Ауылға барып сиырстасаңдар, зато аман қаласыңдар.
барлығын, мысалы барлығын мақұл кете салсаңдар, не істейді олар? Амал жоқ, амал жоқ. Кіргізеді жұмысқа. Кім жұмыс істейді? Кім жұмыс істейді? Сендер күшті маман болсаңдар, мысалы менің коллективімде сондай болса, мен айтатын едім, мақұл, давайте ақша берейік, отметка жасайық, маған керек маманды, мен оны жібермеймін, мен былай істеп тұрамын. Не істесе де, не айтса да, маған ол жағып атса, маған ол бір табыс келтірсе, без проблем. Қазір врачтар, медсестралар андай жоқтан бар вакцина істегендер, мейлі ақшаға болсын, тегін істетсе, план үшін оларды қысып жатыр ғой. План, неше адам бүгін, неше ертең мұншама адам вакцина алу керек. Қай түрмен соны істесе, сол жоқтан бар вакцинаны, мен үшін олар халық қаһарманы. Осы сөзім үшін егер маған қазір штраф салса, ертең осылай шығарып, мынау кешірім сұрады, мынау дұрыс деп айтпады десем да сөйтіп, шынымен сондай да болуы мүмкін. Бірақ сіз ойлаңыз, мен осы сөзден қайтпаймын. Менен олар қалсын деп айтуы мүмкін. Бірақ осы сөзден мен қайтпаймын. Мүмкін мен осы эфирді алып тастаймын. Бірақ сіздер соны есіңізге салып қойыңыз. Мақұл ма? Менің да бала шағам бар, менің өзім өмірім бар, жұмысым бар, әке-шешем бар. Сөйтіп шығып айтуым мүмкін. Бірақ сіздер ойланыңызшы, хотя бы өзіңіздің өміріңіз үшін ойланып, сәл өзіңіздің еркіңізбен құқыңызды, праваларыңызды қолданып, конституцияда жазылған. Сіз білесіз ба, конституцияда жазылған бір статьялар бар. Көп юристер соны шығарып жатыр. Кез келген медициналық процедураларды сіздің еркіңізбен істеу керек. Егер сіз соған қарсы болсаңыз, сізге істеудің ешкім қақысы жоқ. Сондай конституцияда жазылған. Сондай. Бірақ көбісі үндемейді, қарсы шықпайды. Өкінішке орай. Мен сияқты адамдар жынды қатын, мәңгүрт, бір нәрсе, шыр нәрсе сөйтіп қалады. Сондай. У нас нет независимых журналистов и независимых СМИ. К сожалению. Слава Богу, что есть Инстаграм. Ал осыны қазақшаға аударса, нормально. Жеткізсе, қорықпай. Үлкен рахмет айтам сізге. Пока-пока.